Қайырлы таң, қазақ елі. Бүгін біз енді жаңадан балық аулаушыларға кішкене сабақ болсын, өнеге болсын, үлгі болсын деп бағдарламамызды бастайын деп жатырмыз. Тұран телеарнасының негізгі кейіпкері Николай Старков талай бізге өзінің тәжірибесін көрсеткен, көп нәрсені үйренген боларсыздар. Здравствуйте, друзья! Сегодня очередная серия о рыбалке для начинающих. Вот мы сегодня выехали на Или. На Или поедем, да? Да, на осеннего жереха. Попробуем половить, ну и вам рассказать, как у нас там идет рыбалка. Жерех деген балықтың қазақшасы ақсыла екен. Енді ақсыла деп бәріміз айтуға тырысамыз. Бірақ енді бәрімізге жеңіл құлаққа жағымды естілетін сол жерех арасында айтылып кетеді. Енді ақсыла деуге үйренейік енді. Николай, Или река, она длинная, да? Она начинается в Китае, проходит по территории Казахстана, начало с Китая идет, да, впадает в озеро Балхаш. Ну и как получится у нас сегодня, все это мы покажем, расскажем, все вы увидите. Тұран телеарнасының тұрақты көрермендері көбейіп келе жатыр. Соның арасында бүгін бізбен бірге Марат Серікбайұлы, Мұхтар Айтжанұлы. Тұран ТВ-ның көрермендеріне сәлем. Ассалаумалейкум ағайындар. Тұран ТВ көрермендері, бүгін бізде балыққа шықтық, көрейік деп жасыратын жоқ. Бұл да бір кәсіп қой. Адам демалады. Тұран ТВ көріңіздер! Келатырмыз, жолдың өзі айтып тұр ғой, мұны жақындадылар жігіттер деп. Мына жер құмдылау екен, Біз түмен өте алмайсың ағып? 50 минуттен бұдан да не жолдан. Спуск есть, да? Сейчас посмотрим, плескается, не Вон рыба ходит. Мужикам подойди, поспросить, что они тут давно стоят. Поймали, что не поймали. Міне жағаға келдік енді Іле өзеніне. Қазір ана балықшылардан сұрайық, кім не ұстап жатыр екен. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Как успехи? Только приехали. Только приехали? Телеканал Туран ТВ. Охота, рыбалка. Туран ТВ. Смотрим иногда. Смотрите телеканал Туран ТВ. Бар ма? Қашан келіңдер? Онда енді дейсіңдер. Кешке үшін бірдеңе болады дейсіңдер ғой. Че, вода прозрачная. Прозрачная. Коряк много здесь. Коряк много, вот именно, да. Тоже, да? На блесну? Да. Вот джиголовку попробую сейчас поставить, посмотрим. Получится, не получится. Ну вот тут где-то встать, дальше уже там некуда идти, там грязь не подойдет. Да. Вот здесь вот, я думаю, вот. Ну, коряк тут тоже. Амал нарыға түсеміз ғой уже. Ну, можно вот сюда. Ну, один раз забросил, и вот там лесна и останется. Да? Вот она, там вот, грязь он идет. Больше, значит,
Іле өзенінің жағасына келдік енді. Қазір осы жерде қармақтарымыздың бәрін Николай дайындап береді. Сонымен енді бастаймыз. Күзге балық аулауымыз жиіректе бәріміз үйреніп қалғанбыз, бірақ осы қазақ тіліне кішкене көшейік. Ақсыла балығын аулауға ана жарқылдауық болады екен, білесіна дейді. Ауа райы 0 градус, жел ұрып тұр. Қазір желінде кішкене ескен самалын сезіп тұрған боларсыздар. Қазір жаңадан балық аулаушылар өзінің бүгінгі жаңа тәжірибесін бастайды. Подбросит Аганка. Уже он и вверху, и внизу горячий, но еще чуть-чуть. Марат, кішкене мына 0 градус салқындау екен. Уже үстімізге киіне бастады. Все, он уже вот пошел кипеть. Ну вот, мы уже на берегу Ильи. Сейчас самовар растопим, чай попьем и начнем рыбачить. А вы здесь рыбачили уже? Нет, первый раз. Первый раз? Уран ТВ, смотрите, самый лучший канал. Марат, сіз өміріңізде балық аулап бердіңіз? Балық дегенді аулап кішкене көрдік қой, жас күнімізде көрдік. Ол кезде ана Абай деген кішкентай жерлерде бір көлшіктер бар еді. Әкемізбен бір жас кезімізде Түркістан облысы ол. осында сол жерге бір жұмыс бабымен барып, әкемізге көмектесіп жүрген кездерімізде үлкен бір водохранилище сияқты бар еді, сол жерге барып көргенбіз енді. Осы табиғатқа деген құштарлығыңыз сол 12 жастан бастап оянды ма, әлде бір өзіңіз бір талпындыңыз ба, бір балық аулауға шығайынша, қармақ алып? Табиғат деген ол кішкентай кезден құштарлық жақсы ғой оған, бірақ соған Мүмкіншілік бола бермейді? мүмкіншілік бола бермейді. Тұран ТВ телеарнасының арқасында мына осы Іле өзенінің жағасына келіп, қолымызға қармақ. Сол баяғы ана жас кезіңізде армандаған арманыңыз ана сырттан көрсеңізде бүгін Спорттың бір түрі екен бұны, бір көргенім, бір байқағаным. Мына Тұран ТВ арнасына рахмет. Бүгін бір рахаттанып отырмын өзім бір. Өз-өзімді жақсы бір жас неге сезініп, айтатын ғой, бір жасап қалдық енді шында. сондай сезім менде 2 жыл болды үйреніп отқан, әрдайым шыққан сайын бір нәр алып қайтамын да. Так, ну катушки поставили. Продеваем леску через кольца. А у меня этого нету, крючка нет. Біздікі дайын, мына Мұхтар, мынау сенікі бос қой? Иә, бос. Мынаны шығар, бәрін дакансы. Ана басына Кіріп кете береді ғой. Шығарса шығар. Бірінші мына басын шығар. Ең басын. Көрдің ба, сен қисық. Так открыть надо. И тогда пойдет. На, бірде. Көзбен қалай бер. Так. Жіберді. Азаны білесіне байлап береді бізге. Шығар бер. У нас вот эта леска не маленькая, Нет, нормально. это для этих? Или Нормальная леска. Это импортная леска, она крепкая. этот наш рыба не убежит от этой? Не, Порвет, имеет в виду. Рыба может большая. Попадись, рыбка маленькая и большая, да си? Так. Сейчас. Да, тянем. Мынау болмайды ғой енді. Оны қазір байлап береді. Так. Николай байлап береді. Ой, ё-моё. Так. Вот я вам сейчас. Все, она больше не будет. Сейчас я вам поставлю. Так, вам блесну поставить или... Давай сразу.
Ну, я тоже думаю. Уже рыба есть тут. Ну, конечно. Жоқ, соның бәрі Блеснаның әртүрлісі ғой. Сказали, ловится на такую. Сейчас я вам поставлю. Такую сейчас ловится. Я сам стап первого. Ты говори мне это, как его завязывать-то? Да петлей завязали, сейчас в петлю проденем. О, Отрезать надо, да? это на спиннинг блесна. Вот будем ловить жереха. Так, поставим и вам. Вот эту отрыжку, ли? Это она никак не может. Вот это что? Не, вот эту вверх, она... Вертящуюся блесну поставим, чтобы вот так будет крутиться. Чтобы Завелась она нормально, она побольше стаки. все. Так, пойдемте, я вам покажу. Вот эту нужно закрутить, иначе вы потеряете. Вот так вот закрутили его тут, да? Да. Все. Пойдемте, пойдем. Қасына барайық та. Так, делаем, вот так вот подкручивайте вот примерно, вот, чтобы так полметра, там сантиметров 30 было. Вот эту пальцем прижимаешь, вот так вот, и открываешь вот эту скобу. Потому что как скоба открыта, у тебя леска свободно, видишь, ходит. А потом закрываешь скобу и вот так вот подкручиваешь, видишь? Вот так вот берешь, смотри. Так вот раз. И вот размахиваешься. И в момент, когда она вот так будет, отпустишь палец. Вот это, и леску отпустишь. Вот смотри. Вон, видишь, улетела куда. Скобу закрываешь и крутишь. Сейчас мы посмотрим, как она играет. Как она там подходит. О, играет, смотри, как хорошо. О, вся рыба твоя будет. Смотри как. Потихонечку вот так крутишь. И вот, раз. Вот так вот. Опять подкрутил. Вот так вот пальцем зажимаешь и открываешь эту. Если вот так кинешь, она у тебя никуда не улетит. Зажал пальцем, вот так отпустил, скобу эту открыл и оп, закрыл и крутишь. Все. Побыстрее. Сейчас он туда на коряге попадет, вот сюда вот, зацепится, и все, и пропала блесна. Вот, тяни, быстрее, еще. А, вот так, ой, потихонечку. Вытаскивай, все. Тут уже ничего не поймаешь. Вот она. Сейчас Мухтара поймаем мы. Он большая рыба. Все, понятно. Так, вот этот перехлест получился. Она күн ғой. О. Только смотри, когда будешь закидывать, вот сюда вот отойди, чтобы сюда не зацепить. Вот. Ну вот куда-нибудь туда, что ли, вот. Пойдем вот здесь вот. А то сейчас за ветки. Давай его сюда поставим. Вот сюда, вот туда кидаем. Она, осторожно, там коряги. Опять вот. Да. И потихоньку тянешь, и сильно не крути. Вот так вот. И вот так вот потихонечку. Походу. Басына неге кигіземіз? Видишь, вон там этот. Блеснаға түсе береді. Прямо на блесну и... Да, он думает, что это рыба. Хватает ее, а там крючки. Подтягивай. Ну давай. И так смотри, чтобы людям кого-нибудь не поймать. Hadi Marat lastik koysun, köreyik onu. Al, Маке. О, хорошо. Все, закрывай эту скобу. И тяни. Так, а у вас это
Это, ну-ка, что там вот? Партитюд. Сейчас мы это снимем. Это поплавок, зачем он нужен? И также блесну поставить надо. Так, отпускайте там катушку. Скобу откиньте. Нет, скобу просто надо отбросить. Так, о, все, она вот сама сходит. Сейчас вам так же какую-нибудь поставим. Можно вот эту поставить? Вот, она тут. Что вот? Сейчас посмотрим. Свинец, да? Свинец это. Менде Кружок поставить, еще дырку. осындай жарқылдаққа білесінаға аулаймыз деген соң мынандайын алып алдым. Және қасында мынандайы да бар екен. Мынау енді балыққа ұқсайды, а мынау енді қызыл түрі ақсыла балығына ұнайтынша көреміз бұны. Вертлюжок поставить, потому что дырка маленькая что-то. Вот это. Тут карабинчик он. И на вертлюжке будет. Он, наверное, рыбинспекция плывет нас штрафовать, да? Нет, какие-то. Все. И вот этим карабинчиком мы одеваем вот это вот. О. Так, пойдемте попробуем вашу бросить. Вот так этот берете. Так, а что-то оно сюда-сюда. Вот так. Теперь она будет только в одну сторону. А если вот это, то она и туда, и сюда. Ну, она... Нужно вот эту вот сторону, чтобы в одну сторону крутилась, а в другую она не Когда эту откроешь, вот так откроешь, она все равно сойдет. Посмотрите. О, закрыли и вот так вот ее. Сейчас посмотрим, подтяну я быстро, как она играет. Посмотрим. О, вон она, видите? да. Вон она тоже идет. Тоже какая-то хорошая. Вот. Ну, хорошо он. Летит хорошо и далеко. Крутитесь. Только не упадите туда. Вон. Аккуратнее. На краю обрыва. У него за корягу зацепилось. Ну, теперь гайку надо одевать и учиться кидать. Мухтар, осторожно там на Да, главное, с обрыва не упасть. Al Muhtar'ı laktırganı gör. Бәрекелді. Болды, ананы жаптың ба? Иә. Көтере бер. Бірінші сабағымыз лақтыруды Мұхтар жақсылап үйренді. Bir рет жаңа бұтақтарға нақпал садасқа мынандай. Ал, түсіндің бе? Ана балық, мынаны сен тартасың, бұл жатпайды жеді. Bir тарта сөйіз ана балық бітейіп, алыстан көреді да, қуып беріп, апа деп үстенден кезде тарсы. әңгіме қайда жатыр? Ал! Әке. Научился. Он все. Марат, ты понял, да? Давай, выше. Да, коряжный берег. Очень коряжный. Ана, таяқшаға Мұхтардың қармағы ілініп қапты. Қазір мен кішкене жинап алайын. Енді Мұхтар түсіндің ғой, е? Түсіндім. Жайлап міне. Қазір мен бір лақтырып көрейін. Мынаны ашамыз.
Мұхтар, сіз өзіңіз қармақ жаңа Николай айтып отыр, бір-екі лақтырғанда мынау қармақ алсыңыз енді Мықты екен, мен де жаңа байқадым. Рахмет. Аулап бердіңіз бе? Енді бала кезде ауладық, жасыратын жоқ. бәріміз. Ағаларымыз ұзын ағаштан істеп береді, соны лақтырып, Марат айтып кеткендей. Бұл балықтың өзінің аулының мәнері бар екен. Бұл мәнер әр балыққа әр түрлі жүреді екен. Соның өзі үйрену өте қуанышты, мақтаныш екен. Енді Туран ТВ-ға үлкен табыс тілеймін. Лайым телеарналарыңыз жүре берсін. Соны көріп, масайрап біз жүрейік. Балық аулаудың өнері әрқайсымыз оқып, білім ала берейік. Ол да бір ілім екен. Балықтың өзі де бір қу, бізде бір қуымыз, әртеу аулау керек. Николай мырзаға үлкен алғыс айтам. Бізден жасыратын жоқ. Бұл балықтың аулауының бір жеке мәнері бар екен, соны үйретті. Әр балыққа әр түрлі екен. Сол үшін лайым осы Қазақстанның 30 жылы құтты болып, мына Туран ТВ мықты тамыр жайып жүре берсін. Роман Ботабековке үлкен алғыс. Осындай арна ашып, Қазақстанны көрсетіп, білдіртіп атқанына лайым жақсылық болсын енді. Рахмет. Құрметті көрермендер, бүгін енді бізде оқу танымдық балық аулау бағдарламасы Іле өзенінің жағасында жалғасып жатыр. Ор дейді ғой, мына орлау жерге келіпсіздер. Бұл жерде ана суда қазір төмендеп жатыр дейді. Менің бір өзімнің алға қойған мақсатым бар еді. Жаңадан балық аулаушыларға кішкене жол ашу. Бұлар енді Мұхтар мен Марат білді. Бірінші лицензия керек. Балық аулау әрбір жерде рұқсат етілмейді. Оны білді. Қармақтың қалай ұстау керегін ол бала кезінде көрседі. Қазір бөлек сезім. Рахмет сіздерге деймін. Осындай табиғатқа шығайық, демалайық. Әрдайым Қазақстанның өзен көлдерінде балық аулайық. Балық аулайық. Балық аулайық. Ауыр қой, үлкен балық ұсталды. Қараңдар. Бағанағы жігіттер айтады. Өтіп бара жатқан. Туран ТВ-ға обязательно балық түседі деп қояды, короче. Рас қой, ә? Туран ТВ-ның жігіттеріне балық түседі. Қалайсыз? Туран ТВ каналы? Кім қай жерде демалып жатыр, мен білуім керек. Дұрыс. Әйтеуір охотниктер де жүреді. Жоқ, қазір разрешено. Ну, все равно должен быть лицензия. Не лицензия, все вот путают. Балық жүр жақсы толады жаздыгіне. Бальбал! О, балық ұстады. Көтер. Мына сынапқа қармағын. Это жерик, да? Жерик.